Кентау қаласындағы нөмірі 22 жалпы білім беретін мектебінде бүгінде мұнда 1100 оқушы білім алуда. Мектеп әкімшілігінің мәлімдеуінше, оқушылардың білім сапасы мен қауіпсіздігіне ерекше мән беріліп, оқу үдерісі заманауи талаптарға сай жүргізіледі. Мектеп ұжымы білім беру сапасын жетілдіру бағытында жүйелі жұмыстар атқаруда. Менің атым Бекайдар Мереке, мен 3-ші В сынып оқушысымын. Мен нөмір 22-ші мектеп именем Мұхтар Әуезовтың мектебінде оқимын. Мен осы олимпиадаға қатысып, анам туралы эссе жазып, содан 1-ші орын алдым. Мен Жанатаева Дина Сауытхановна, осы 22-ші мектеп гимназиясында бастауыш сынып мұғаліммін. Оқушым Қасым-Жомарт Тоқаев, елбасымыз Қасым-Жомарт Тоқаевтың бағдарламасы бойынша тәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласында оқушым эссе жазып, номинация ұтып алды. Алтын жұлдыз атты номинациясын иеленіп, Астанаға барып орын алып келді. Мен Аманжол Мұсахан Омарханұлы, осы мектепке 23 жылы ауысу тәртібімен келдім. Келгеніме 2 жыл болды. Жалпы директорлық стажым 25 жыл. Енді Құдай қаласа, енді 1 жылым қалды пенсияға дейін, зейнетке дейін. Осы мектептен Құдай қаласа, енді 26-шыға шығамын. Бұл мектепте қазір 1100 оқушыдай бар. Орыс мектебі, ағылшын тілі мен француз тілін тереңдетіп оқытатын гимназия. Қаладағы, облыстағы. Білім саласынан да біздің жетістіктеріміз өте жақсы. Биылғы кешегі олимпиадада оқушыларымыз 2-ші орын, бір қызымыз 1-ші орын алып, ертең Құдай қаласа, мына республикалық олимпиадаға орыс тілінен бара жатыр. Білім саласы жағынан. Ағылшын тілінен де тереңдетіп оқытамыз. Оқушыларымыз жақсы көрсеткішті көрсетіп отыр. Енді бұл мектептен де үлкен тарихын мен біле бермеймін, бірақ сонда да қанша жылдағы үлкен қызмет істейтін азамат пен азаматшалар оқу бұл мектебін бітірген. Кентау қаласындағы нөмірі 22-ші мектеп алдағы уақытта білім беру сапасын жақсартып, оқушылардың жан-жақты дамуына жағдай жасауды жалғастыра бермек. Әділ Елібай, Дидар Аясхан, Азат Ньюс ақпараттық агенттігі.